Сәлем барлықтарыңызға. Сіздермен Арайдың асханасы өте дәмді болып шығатын ханымды мантаваркада емес, дәл осылай духовкада пісіретін боламыз. Мен бірінші жасап көрдім, қыздар. Өте дәмді болып шығады екен. Сіздер де дәл осылай жасап көріңіздер. Алдымен тестасын, яғни қамырын дайындап аламыз. Суымызға бір жұмыртқаны, тұзымызды қосып, тұз ерігенше араластырып аласыздар. Ұнымызды аз-аз мөлшерден сала отырып, қамыр илейміз. Қамырларыңыз кішкене қаттылау болу керек. Бетін жауып 1 сағатқа қалдырамыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Фаршымызға картоп, пияз және де асқабақ, үш майды қосамыз. Асқабақты молырақ қоссаңыздар дәмді болады негізі. Үш май қоспасаңыздар да болады. Дәміне қарай тұз, қара бұрышты қосып, жақсылап араластырамыз. Осы уақытқа арасында біздің қамырымыздың да июі қанады. Сол кезде ұнымызды себе отырып, қамырды жаямыз. Қамырларыңызды жұқа жайып қоймаңыздар, қыздар. Арасына сұйық майымызды жағып, салмасын салып, кәдімгідей ханым сияқты, орама сияқты орап шығасыздар. Противенге пергамент қағазын төсеп, сапалы пергамент қағазы болу керек. Поклан фирмасын қолданамын мен. Бетіне бір жұмыртқамызды жағамызда, қалауларынша мак, күнжіт сеуіп шықсаңыздар болады. Өте әдемі де көрінеді. Қызып тұрған пешімізде 180 градуста 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Беті сарғайғанша пісіресіздер ғой, қыздар. Дәл осылай беті сарғайып шығады. Сол кезде біздің тағамыз дайын деген сөз. Өте дәмді, міндетті түрде сіздер жасасаңыздар, өзіне ғашық қылатын тағамдардың бірі. Жасап көріңіздер, ас болсын. Менің YouTube каналыма тіркеліп, қазақтың каналының дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Видео ұнап жатса, туыстарыңызбен, таныстарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау